Қайырлы күн қыздар, менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен үйде жасалатын ең оңай бауырсақтың рецептісін жасайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ал ендеше кірісейік. Бауырсаққа бізге не қажет? Ең алдымен жылы сүт, міндетті түрде жылы болуы қажет. Бір жұмыртқа, шекер, тұз, дрожж және де майды ертіп алдық, 50 грамм май және де ұн қажет. Сонымен ендеше кірісейік. Шекерден біраз қасық, тұздан кішкене қосамыз. Одан кейін дрожж қосамыз. Кейбіреулер аппарат жасап істейді, бірақ мен олай аппараны 15 минутқа қойып олай жасап көтеріліп шығады. Дрожж қостым. Одан кейін майымызды ертіп алдық, осыны қосам. Барлығын бірден қосып, қамырымызды иілеп, 1-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Бір жұмыртқа. Жақсылап араластырып аламыз. Граммы жоқ, яғни қазір қашан қамыр болады, сол кезде тоқтаймыз деген сөз. Жұмсақ етіп илейміз, 1-2 жерге жылы жерге қоямыз, 1-2 сағатқа. Бетін жауамыз міндетті түрде. Қамырдың ең соңында міндетті түрде оливковое масло қосамын. Не себепті, яғни қамырымызды жұмсарту мақсатында. Міне. Сол кезде қамырларымыз жұмсақ болып шығады. Ең соңында міндетті түрде оливковое масло қосыңыздар. Немесе кәдімгі қарапайым майды да қосуға болады, бірақ мен оливковое маслоны қосамын. Қамырымыз міне жұмсақ болып шықты. 1-2 сағатқа жылы жерге қойып, 1,5 сағаттан кейін қайттан үйін қандырып басатын боламын. Все болды. Бауырсақтарымызды домалақ етіп бөліп шығамын. Майды қыздырып жатырмын. 4-1 етсеңіздер де болады. Қалған бөліктерінен мен кішкентай бауырсақтар қылып жүремін. Кішкентайлар жеп тастайды. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды саламыз. Екі жағын аударып пісіріп аламыз. Бұл жағы енді сіздерге түсінікті шығар. Міне, уже көтеріліп шығып жатыр. Міне доп-домалақ болып көтеріліп шығып жатыр. Енді бауырсақтарымызды аударамыз. Көрдіңіздер ғой, әп-әдемі болып, дрожжды бөлек ашытқы жасамасақ та осылай әп-әдемі болып көтеріліп шықты. Бауырсақтарымыз дайын. Бетіне сахарная пудра сеуіп шығам. Кішкене дәмдірек болу үшін. Сеппесеңіздер де болады. Қалай пышно болып шыққан, қараңыздар. Міне. Барлығы ешқандай шикі еш нәрсе емес. Әдемі болып шықты. Қараңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен бауырсақты жасап көріңіздер. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Отбасыларыңызды осылай қуантып жүре беріңіздер. Міндетті түрде әр жұма сайын осы бауырсақтарды жасап Құран оқытып тұрыңыздар. Сәттілік.